Енді біздер қайтадан сол Атырау иіндерімізге келейік. Ең бірінші 50 шақырым өздеріңіз білетіндей, мына иіндерге кіреберістен бастап 30 шақырымы жолдарының бәрі отырып кетті. Оның біздерде банағы жақсы методын таптық. Астыңғы қабатын ресайклермен банағы цемент араластырып, банағы астын 30 сантиметр бетонный болады, сосын 2 слой асфальтымен. Ол мекеме бастады, бірақ осы күні бүгінге дейін 20 шақырымнан кейін жұмыстары жоқ. Оған енді қаражатқа келетін болса, қаражаттар қарастырылды, бірақ өздерінің ресурстары жоқ. Не техникасы жоқ, не заводтары да жоқ. Бұл мекемемен біздер осы жылы келісім шартын бір көзден үзіп тастадық. Әрине, бізді қазіргі уақытта сотқа беріп жатыр, мерзіміміз бар, бізді бітіреміз деген, бірақ біздің ұстанымымыз осы уақытқа дейін жасалмаған жол әрі қарай да жасалмайды. Екінші бөлігіміз бар, 50 шақырым, біздер ары қарай шақырдық. Ең барлығы 100 шақырым. Екі мекеме жасап отыр, Маңғыстауский комбинат дорожного строительства деген. Бұл мекемелер қазір 25 шақырымын толықтай бітірді. Өте жақсы, сапалы, қазір қолданысқа берді. Осы мекеме енді 50 шақырымдарын келесі жылы енді үйінге дейін толығымен бітіреді деген жоспар қойып отырмыз. Сосын қалған мына енді бастап қойған бірінші теміржол құрылысы деген мекеменің 25 шақырымына қазір керден өздері сметасын жасап, сараптамадан өткізіп, сосын қайтадан тендер береміз. Ол келесі жылға қалады. Ол енді келесі жылға қарады. Өкінішке орай, әрине бұл жерде халық қой, осының барлық зардабын шегетін. Қайта жазып атады да, мысалға басшымыз даже өңірлермен кездескенде де ең көтерілетін осы проблема осы жер. Сондағы 7 километр, енді халықтың кейде бір сұрақ қоятыны бар, сендер жасамайтын мекемеге неге қырғызып тастадыңдар деп. Өйткені ол жерде банағыда фрезамен бетке қабат асфальт алмаса, астыңғы ресайклер жасалынбайды. Ол жерде бұрын 12 километр қырып тұрған болса, оның 5 километрін бұлар жасады, асфальттың бірінші қабат жабындысымен төседі. Енді осы 7 километр бізде қалып тұрған қазіргі проблема. Біз енді қазір қарастырып жатырмыз, осы қыстан шұңқырларын банағы бітек кетеміз бе, сол бағыт бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз, ұйымдастырып жатырмыз.